Қайырлы күн достар. Біз бүгін осындай керемет свеклодан дәмді салат жасайтын боламыз. Осындай салаттарды жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдымен піскен свекломызды теркіден өткізіп аламыз. Үлкен теркіден өткіземіз. Және 3 жұмыртқамызды асып алып, осындай алып ұзыншалап тураймыз. Бір пиязымызды осындай ұзынша алып тураймыз. Газге азғантай майымызға жуамызды қуырып аламыз. Енді бір чеснок, екі чеснокты езіп үстіне саламыз. Көп десеңіздер, бір чеснок салсаңыздар да болады. Және үстіне 2 ас қасықтай майонезімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымыз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде үйден жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Салатымыз дайын. Осындай керемет, нәзік, дәмді болып шығады. Егер видео ұнаса және пайдалы болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.